Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Көпшілігі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі ол екеу деп ойлайды. Олай ойлауының себебі Қазақстан Республикасының ата заңының 7-ші бабының 1-ші тармағында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі ол қазақ тілі делінсе, сол 7-ші баптың 2-ші тармағында мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең дәрежеде қолданылады делінген. Ең бастысы, мемлекетіміздің басты тілі ол қазақ тілі. Орыс тілі ешқашан біздің қазақ тілімен тең дәрежеде тұрмайды. Қазақтың тілі жасай берсін, және Алла қаласа осы 7-ші баптың 2-ші тармағының алынып тасталуына үміт артамыз, сеніммен қараймыз. Біз Қазақстанда тұрамыз, көп ұлтты мемлекет. Қазақстанда мемлекеттік тіл екеу дегендерге осы заңды толығырақ түсіндіріңіздер, бір-бірлеріңізбен қазақша сөйлесіңіздер және қазақша талап етіңіздер. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі, тілім барда адаммын тірі.